Түріктердің әрдайым Қазақстан біздің негізгі атамекеніміз, аталарымыз сол жақтан келген деген сөздерін жиі естиміз. Бүгінгі видеода Түркия түріктері неліктен Қазақстан аумағын тастап шыққандығын айтатын боламын. Достар, егер сіздер видео отырып ютубтан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. 10 ғасырда қазіргі Қазақстанның оңтүстік және батыс бөлігінде Оғыз хандығы болды. Олар қазіргі Жамбыл облысындағы Қаратау, Шумен қоса шығыста Балқаш көліне дейін, батыста Каспий теңізіне дейінгі кең байтақ аумақты қамтыды. Оғыз хандығында түркмендер мекен ететін. Түркмендердің арасынан шыққан Махмұд Газнави сұлтан өте ауқымды жер көлемін қамтыған Газнавиттер империясын құрған болатын. Оғыздар патшаларын Жабғу деп атады. Сол Жабғудың қарамағында Селжұқ деген өте талантты қолбасшы қызмет етті. Оғыз Жабғуының әйелі Селжұқтың әскери беделінен күдіктеніп, күйеуіне оның көзін жой деп кеңес берді. Өзіне қастандық жасалғалы жатқанын сезіп қойған Селжұқ өзіне қарасты Қанық деген тайпаны ертіп батысқа көшіп кетті. Оғыз билеушілері өз халқын қанап, көп мөлшерде салық жинауы халықтың наразылығын туғызып бас көтертті. Бүлік кезін пайдаланған қыпшақтар басып кіріп Оғыз хандығын құлатты. Қыпшақтар оғыздарды жаппай қырып жойды. Бір бөлігі қыпшақтардың үстемдігін мойындаса, қалғаны бас сауғалап шығыс Европа мен Қырымға, сондай-ақ Селжұқ сұлтанатына қашты. Нәтижесінде бұрынғы Оғыз жерлері қазақтардың иелігіне өтті. Оғыздардың Селжұқтарға қосылуы Селжұқ сұлтанатының күш-қуатын арттырып, Сырдариядан Ніл өзеніне дейін созылған орасан зор империяны ұстап тұруына көмектесті. Келесі кезекте қазіргі шығыс Қазақстан мен Моңғолияда мекен ететін қазақ тайпалары бірігуі нәтижесінде Татар империясы құрылып батысқа жылжыды. Қазақ тайпалары түркмендер негізін салған Хорезм империясын күйреткенде Ертұғырыл 50 000 адаммен Селжұқтарға қарай көшті. Оғыздар тағы да қазақтардың шапқыншылығынан қашуға мәжбүр болды. Қазақ тайпалары Байжу қолбасшының басшылығымен Селжұқ сұлтанатына да жетіп, Селжұқ әскерін жеңіліске ұшыратып, көптеген адамдардың аяусыз қырғынға ұшыратты. Қазақ тайпаларының 13 ғасырда Кіші Азияға басып кіруі Селжұқтардың Европаға жорығына үлкен кедергі келтірді. 15 ғасырда Әмір Темір қазақ тайпаларының әскер жасақтап Осман империясына қарсы жорыққа шықты. Әмір Темір әскерінің ең негізгі бөлігі көшпенділерден жасақталды. Бізге жеткен дерек бойынша оның құрамы Жалайыр, Қаңлы, Қыпшақ, Дулат, Барлас, Найман, Меркіт қияттардан тұрды. 1402 жылы Анкара түбінде болған соғыста Әмір Темір әскері Осман әскерін ауыр жеңіліске ұшыратты. Қазақтардың соққысы Осман империясының уақытша құлауына алып келді. Бұдан кейін де Осман империясына қазақтардан келетін зиян тоқтаған жоқ. Қазақстан аумағынан таяу шығысқа көшіп барған дулаттар Аққойлы империясының негізін салған болатын. Аққойлы әскері 1472 жылы Осман империясына басып кіріп, Сивас, Қайсері қалаларын басып алды. 1473 жылы Ұзын Хасан хан Осман әскерін талқандады. Қорытындылап айтқанда, Газнавиттер мен Селжұқтар оғыздардан бөлініп шығып, таяу шығысты басып алды. Дегенмен, кейіннен оғыздарды ұлт ретінде Қазақстан аумағынан қыпшақтар қуып шықты. Яғни, түріктердің Қазақстанды тастап көшуіне ең басты себепкер қазақтардың жойқын соққысы болды. Қазақтар тек қуып жібергенмен қоймай, олардың артына түсіп көптеген апаттар алып келді. Екінші кезекте 13 ғасырда таяу шығысқа басып кірген қазақ тайпалары 1241-1243 жылдары болған соғыста Селжұқтарды жеңіліске ұшыратты. Үшінші кезекте 15 ғасырда негізгі әскері қазақ тайпаларынан жасақталған көшпенділер болған Әмір Темір Осман империясына басып кіріп талқандады. Төртінші кезекте Қазақстан аумағынан көшіп барған дулаттар құрған Аққойлылар империясы бірнеше рет Османдардың аяғынан шалып зиян келтірді. Қазақстан аумағы оғыздардан босап қалса да, түркмендер бірнеше рет Маңғыстауды қайтаруға әрекет жасады. Көптеген қазақ-түркмен соғыстары түркмендердің жеңілісімен аяқталып отырды. 1770 жылы түркмендер Хорезм арқылы Маңғыстауға бет бұрғанда, қазақтар кетпесеңдер тегіс қырамыз деп қоқан-лоқы көрсетті. Сонымен қатар түркмен ауылдарына жиі шапқыншылықтар жасауы олардың Қарақұмға біржолата көшіп кетуіне мәжбүрледі.
Одан кейінгі кезектерде орыстардың келуі қазақ түрікмендердің соғысты тоқтатып, ортақ жауға бірлесіп күресуіне себеп болды.